халқымыздың ұлттық мерекесі Наурыз мейрамы. Адам мен табиғаттың үндестігі. Наурыз жыл басы. Наурыз айы туғанда, күннің нұрымен, айдың сәулесімен, жердің қызуымен тіршілік ғұмыры басталады. Табиғат оянады, өсіп-өну өріс алады. Сезімдердің сыр шертуіне мүмкіндік туады. Сол кезде жыл басында күн мен түн теңеседі. Жыл басының символын атамыз қазақ қызғалдақтар деп анықтаған. Ол тіршіліктің ояуының алғашқы көрінісі. Наурыз құт мерекесі. Құт дегеніміз адам мен табиғаттың бірлігін білдіретін ұғым. Дәстүр бойынша Наурыз мейрамына дайындалу барысында қазақ бұлақтарды, арықтарды тазалап, үйлерді ретке келтіріп, ағаштар отырғызады. Көктемде адамдар ғана емес, жыл мезгілдің жақындағанын сезген құстар да қарсы алып, туған жерлеріне оралады. Наурыздың екінші жартысында бірінші болып қара торғайлар ұшып келіп, өздеріне үйшікті іздейді. Ол кезде құстарға өз үйін табуға және жемге арналған орын ұйымдастыруға көмектесу өте маңызды. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы көктем қарсаңында табиғат күнін атап өтіп, орталық саябақтағы құстар үйшіктерін сыйға тартты.